Badal umrasını ötüge yani bir attan paralатырмын. Bugün soňga gün Mekke'de bolatyn. Erteň keşke olur bizde. Medina'ya gideriz. Bugün Ayşe anamyzyň meşine var. O barakanlygy Badal umrasyny ötemekge yolga çyktym. İnşallah yolda zatladyk. İstene giregin bilip de ýerinde galdyk. Hazır bizler Mekke'den çıkıp Ayşe anamyzyň meşine yolga çykdyk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men hazırki taňda Badal umrasy ýagny hoşumça umra жасауга men hazır Ayşe anamyzyň meşinen 2 rakat nafil namaz okup осы жерде михат деп аталат. Осы жерден басталат. Кандай умрада осы жерден биздердин ихрам халине кирип, ягни Badal умрасын баштауга ниеттенип, осы Айша анамyzyň meşинен чыктык. Мен hazır Ayşe anamyzyň meşinde ол жерден 2 rakat namazını okup ниеттенип, hoşumça Badal umra жасауга чыктым. İnşallah Allah pek ibadat kılşoklarımızı da özleri sesinde kabul etsin. Endi bizlerning aldağı safarımız Allah kalasa Ka'ba. Haram meşite yani. O Ayşe anamyzyň meşite. Osudan bastap alat. Kanday umrada oşa Ayşe anamyzyň meşinen bastap alat. Yani miqat şikara dep atalat. Osu şikaradan bastap o ihram haline kiremiz. İhram degenimiz mına kiyim. Aslı ilk kiyimden turat. Oldu. Assalamu alaikum. Badal umrası yolga çykdyk. Ayşe anamyzyň meşine Assalamu alaikum. Bugün Aqtaudың тобына Алланың қалауымен осылай әмин ас беріп жатырмыз. Ақтау ниет тобына. Қалайсыздар апалар, жақсылар ма? Assalamu alaikum. Так. 25-nji yıl 14-nji kankar. Yani yanvar. Arabiyada 25 gradus. Futbol kumeni tanıdığımız. 14 yanvarda futbol kumeni tanıdığımız.
Bu gün şişti sen de janattı. Basını. Eskalatorмен ары қарай, жоғары қарай кеттік. Қолымызбен түскі асқа баратырмыз. Биік саусағын бүйтсек. Үйбай. Бұл үлкен гипермаркет дейміз ба. Одан да үлкен ғимарат бұл. Әл-Харам мешітінің жанында орналасқан. Дәл Қағбаның түбінде сауда үйі ғой. Былайша айтқанда. Так, 300-ге 4-ші этаж керек да. Ne ol? Bismillah. Ay, Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Әл-Харам мешітінің жанындағы үлкен ғимарат. Түскі асқа бара жатырмыз. Міне біздің топ. Топтан адасып қалуға сәл қалдым. Бұны біздің гидке ұқсайды екен. Қайда алдым? Ben sürüp almadım birinin toptu. Ha? Енді күтейік бәріміз бір-бірімізді. Міне мына адамдар. Uşak geçeceğiz yani birinin namaz okutabilir mi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Müslüman bavurlar, men hazırda Sətti Mekke havasında Əl-Haram meşit deb ataladı. Bunun Ka'ba. Bunun артында bir etaj төмен орналасқан Кa'ба қасиетті. Адамзат баласына белгілі болған ортақ жер бетіндегі Алланың үйі деп аталады. Осы жерге мен Аллахтың қалауыменен бесін намаз азан шақырылып жатыр. Аллахтың қалауыменен өзіне қонақ болып келіп отырмын. Баршаңызға осындай бақыт нәсіп болсын.
осындай бақыттың иесі болыңыздар әрқайсыңыздар. Мен осыларды айтқан сайын сіздер де әмин деңіздер. Қазір бесін намаз азан шақырып отыр. Құбыла бет былай, яғни Қағба. Осындай бір себеппенен Аллахта үйіне қонақ болып келіп қалдық. Аллахтың қалауымен баршаңызға осы бақыт бұйырсын. Алла нәсіп етсін. Әмин. Әжмағин. Мынау біздің құбыла бетіміз. Осының артында және жер асты бөлігінде қасиетті Қағба орналасқан. Ең бірінші періштелер тұрғызған жердегі Алланың үйі, одан кейін адам ата Ибрахим алейхиссалам кезек-кезегімен жаңартып отырған жер бетінде қасиетті Алланың үйі деп аталады. Осы зданияның артында және жер асты бөлігінде, яғни осы деңгейден төмен орналасқан Қағба қасиетті. Бұл жерде әр намаз оқылған сайын, намаз біткен соң күнде және намаз сайын жаназа намазы оқылады. Біз қазір бесін намазын күту үстіндеміз. Адам бұл жерде күн түн демейді. Белгілі бір уақыты жоқ. Ғибадат, құлшылық, яғни тәуіп ету. Ешқандай толастаған емес. Вообще толастамайды да. Әл-Харам мешіті. Бесін намазының уақыты болып қалды. Халық бұл жерде дейтін күндізде, түнде де осы уақыт талғамайды. Бір қасиетті мекен. Күні түні ағажыға адам Әл-Харам мешіті деп аталады. Қағба соның астында. Қазір бесін намазына жиналып жатыр. 10 минуттай уақыт қалды бесін намазына. Жергілікті осы жердің уақытымен. Аллах қаласа бұл жерде қандай намаз оқылса да артынан жаназа намаз оқылады. Мынаның арты астында. Ассалаумағалейкум. Харам мешітінің жаны. Қағба ананың артында бір этаж төменде. Біздер мына жаққа түскі асқа келдік. Тобымызбен біздің топқа түскі ас беріп жатыр. Соған қазір Алла қаласа, бесін намаз осы Қағбадан оқып алып, яғни Қағбаның сыртынан түскі асқа кіреміз мына жерге. Тобымыздың адамдары. Жай намазда қандай? Бір өтіп қалуымыз.